сіздерге биылғы жылғы журналдағы өзгерістер жайында атап өткім келіп жатыр. Так, есептік көрсеткішті мен бір қарсаққа көрсетіп өтейін. Так, есептік көрсеткіш. Так, есептік көрсеткішке өтпес бұрын сіздердің күнделікті өзіңіздің журналыңызда сабақ өтетін. Так, журналды ашасыз, 7-ші А сынып, орыс тіл пәнін таңдадым, иә. Так, бізде былтырғы оқу жылында кемшіліктер бар. Яғни қарасаңыздар, мына жерде жұмыс түрі көрсетілмеген. Жұмыс түрі. Мына қалған күндер жұмыс түрі көрсетілмеген, және мына жақтарда жасалған, яғни қашықтық сабақ, формативті бағалау. Яғни осында екі кесте құрылу керек. Ол үшін біз не істейміз? Так, мына берілген күнді басамыз. Бізде жаңа терезе ашылады. Жаңа терезе ашылады. Жаңа терезе ашылған кезде сіздерде жалпы сабақ парақшасы деген терезе ашылады. Бұл сабақ парақшасы арқылы мына жерде сабақ өтілді деген белгіше қоямыз. Яғни күнделікті, күнде өзіңіздің сабағыңызда. Қазір сабақ қашықтықтан болғандықтан жауап беру емес, қашықтық сабақ деп көрсетеміз. Қаламшаны басамыз. Қашықтық сабақ дейміз. Так. Яғни қашықтық сабақ сақтау. Мына жерде күнді басамыз. Яғни қайтадан сабақ парақшасына келеміз. Сосын жұмыс қосу дейміз. Сөйтіп өз бетінше. Так, осы жерде біз формативті бағалау деген таңдаймыз, жасау батырмасын басамыз. Так, жалпы мына кесте, мына күн сізде ашылды. Так, мына 7-сі күні, мен мына жерде терезені бір рет жаңартам. Сонда өздеріңізде көрініп тұрғандай, мына 7-сі күні қашықтық сабақ, формативті бағалау. Яғни мына жерде 10 балдық жүйе арқылы оқушыларға балдық жүйе қойымыз қажет. 10 балдық жүйе. Мынау 8 балл, мынау 9 балл деген сияқты. Так, әрбір күн осылай жеке-жеке ашылып толтырылу қажет. Бұл журналда. Так, мына. Үй тапсырма берілді. Үй тапсырманы мына өте деген үй тапсырма парақшасына өтесіз. Үй тапсырма берілген үй тапсырма, яғни орындалды болу керек. Яғни берілген үй тапсырма аяқталу керек. Орындалды. Батырмасын басамыз. Орындалды. Бүгін орындалды дейміз, 7-ші қазан күнді басамыз. Яғни мына жерде қарасаңыз, берілген үй тапсырма аяқталды деп көрсетіледі. Яғни бүгінгі осы күніміз жалпы 100% орындалды. Және келесі күнге үй тапсырма беру деп көрсетеміз мына жерде. Тапсырма беру деп көрсетеді екенбіз. Тапсырма бересіз. Үй тапсырма беру деп басамыз, болды. Яғни әрбір өтілген сабақтың соңын, әрбір өтілген күнді біз осылай жасап отырмыз қажет екен.